1920 жылдарда соғылған үйлер ғой, 1920 жылы. Қараш, қандай керемет үйлер. Сол кездегі архитектура, қала жастарға керек қой бұл. Пушкин көшесі нөмірі 22-ші үй. Дәл осы мекен жайда кезінде Сталиндік жол, қазіргі Ақжол басылымының ғимараты болған. Талай таланттар түлеп ұшқан қара шаңырақта қазақ детектив жанрының тұңғышы. Әдебиетіміздің көрнекті өкілдерінің бірі Кемел Тоқаев та еңбек еткен. Нақтысы қан майданды көріп келген 25 жастағы қаламгер 1948 жылы облыстың бүгінгі бас басылымында журналист болып қызмет атқарған. Мұны бірі білсе, бірі білмес, себебі Кемел Тоқаевтың өмірбаянында бұл туралы дерек айтылмаған. Қазір енді жаңарып, жаңа мекемелер соғылып жатыр. Әйтпесе осы жерде біздің жаңағы Кемел Тоқаев ағамыз, Сармурзин, Жайық Бектұров сияқты осы қазақ баспасөзінің ірі өкілдері біздің Жамбыл облыстық газетінде қызмет еткен. Мен соны кезінде зерттеп, газеттерден тауып мақала жазған. Міне қазір мынандай емхана соғылыпты. Бұл да керек халыққа, әрине, керек емес деп ешкім айтпайды. Енді бірақ сондай біз тарихи ескерткіштерді көздің қарашығындай сақтауымыз керек еді. Бұрынғы Сталиндік жол газеті мекемесінің орнына бүгінде емхана салынған. Енді Кемел Тоқаевтың осы мекен жайда жазған мақалаларына тоқталсақ. Болашақ қаламгер алыстағы қалыңдық жас гвардия деп аталатын фильмдерге кинорецензиясын жариялаған. Бұл екі туындыда соғыс тақырыбына арналған көркем фильмдердің үздігі саналған. Сондай-ақ басылымның 1948 жылғы сандарында Кемел Тоқаевтың «Қортайда астық жинау неге баяу» деген мақаласы да жарық көрген. Қаламгер туралы құнды деректерді тауып, зерттеп, кітап шығарған жазушы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Көсемәлі Сәттібайұлы бүгінде ескі ғимараттың жұрнағыда қалмаған мекенжайға бір белгі орнатса дейді. Келген адамдар көреді. Бұрын мына жерде осындай Сталиндік жол деген газет болған екен. Ода Ғайса Сармурзин, Жайық Бектұров, Бауыржан Момышұлы, Кемел Тоқаев, Шона Смаханұлы, Қалмақан Әбдіқадыров, осындай үлкен адамдар осы жерде қызмет еткен екен ғой. Бұрын осы жерде осындай бір тарихи мекеме болған екен ғой дейді. Әлде кемеш емес, мақұл енді. Ол кезде ғимарат бұзылды, ескі деді. Енді мына жерге сондай бір осы жерде осындай болған деп бір ескерткіш тақта қойып қойса, мәрмәр тасты ойып тұрып жазып, қандай керемет.